Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін өте дәмді бір жасағаннан шығатын ажурные блинчики дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма жазылып алып, қасындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Біздің құймақтарымыз өте жұқа әрі жіңішке, сынбайтын, әдемі болып шығады. 2 жұмыртқамызды алып, үстінен жарты шай қасық тұз саламыз. 3-4 ас қасық құм шекерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жарты шай қасық сода қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне 1 стақан жылы айранымызды қосып, тағы да араластырып алатын боламыз. Үстінен ұнды електен өткізіп, қосып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз осылай қою болып шықты. Келесі кезекте қайнап тұрған 1 стакан суымызды аз-аздан құя отырып араластырып аламыз. Жақсылап бірден құйсақ, жұмыртқамыз пісіп кетуі мүмкін. Аздан құйып алып, жақсылап араластырамыз. Үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, бір араластырып аламыз. Сонымен біздің құймаққа арналған қамырымыз дайын болды. Табамызды майлап пісіре берсек болады. Құймағымызды табамызға құйып, барлық жеріне жеткіземіз осылай. Қызып тұрған орташа отқа қоямыз. Бір беті қызарғаннан соң, екінші бетіне алмастыратын боламыз. Осылай таяқшаның көмегімен шетін ажыратып аламыз. Және келесі бетіне ауыстырып, құймақтарымызды пісіріп аламыз. Мінеки, біздің құймақтар осындай өте жұқа әрі дәмі ерекше болып шығады. Осылай құйып отырып, барлық құймақтарымызды пісіріп алатын боламыз. Бұл рецепт бойынша 18-20 дана құймақ шығады. Құймақтарды дастарханға дәл осылай ұсынсаңыз да болады, немесе ортасына салмасын салып, орап ұсынсаңыз да болады. Видео ұнады деген ойдамын. Егер сізге видео пайдалы болса, тіркеліп алып, лайк басып, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сізге қиын емес деп ойлаймын, ал маған ары қарай өте керемет видеолармен бөлісуіме шабыт болатын еді. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіз. Бір жасағаннан шығатын блинчиктер өте дәмді, әдемі, ажурные болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.